Қайырлы күн, құрметті көпшілік. Және біз тақырыбымызды ары қарап жалғастырамыз. Жас ағаштардың, жас жеміс ағаштардың құрылысын дұрыс қалыптастыру деген тақырыпта. Енді мына жерде қарайтын болсақ, штам. Мына жерде шамамен бір 50 см, 60 см тұр. Бұл өте жақсы. Мына жанама тағы оты жақсы кеткен. Қараңыз, мына жаны бұрыштауына қалай өте жақсы. Бірақ бұл жоғары қарап кетіп бара жатыр қазір. Біз бұны жоғары жақтан тоқтатуымыз керек, жанына қарап өсетін қылуымыз керек. Өйткені биікке қарап қараңыздар. Бұл көшбасшылыққа ұмтылып бара жатыр. Бұл бізге өте тиімсіз. Сол үшін біз бұны астына алып тастайық. Қазір біреуін аламыз. Сосын мынаны біз сыртқа қарап өсетін қылуымыз керек. Міне сыртқа қарап өсу үшін міне бүршіктің қасынан көрініп тұрған болса, әлі бүршікті қазір қараңыз, жақындап түсіруге болады. Дәл осылай түсірсем, былай кесетін болсақ, бүршікті зақымдаған жоқпыз, қатты биік кескен жоқпыз, қатты төмен кескен жоқпыз. Осыдан бүршік былай қарап өсетін болады кішкене. Яғни біз былай формасын былай жасауымыз керек. Қазір бұл былай тұр, міне бүйтіп. Ал былай тіке өскендерде ол көбінесе жемістер түзілмейді және жанама бұтақтар өте аздау болады. Сол үшін біз бұны ол қателікті жоюымыз керек. Қазір мынаны да біз кішкене ала тұрайық, мыналарды. Мына керек емес. Мынаны алып салайық. Қасша былай тұра берсін. Енді қарасаңыздар, міне бәрі төбеге қарап жарысып бара жатыр. Өте қатты төбеге. Ал мына бір жылдық өскенде қараңыздар, қандай неше сантиметр, 80 сантиметр дейді. Яғни жоғары қарап ұмтылу өте топырақта не қоректі элементтер жетеді деген сөз, ал жетеді. Сол үшін бұл жоғары қарап бір-біріне талас бар. Біз бұны жанаманы ерін оятуымыз керек. Енді біз бұны қазір қалыптастырамыз. Мен бұл жерде қараңыздар, жерде қазір 3 не тұр, міне. 3 бұтақ. Бұны қайсысын көшбасшы ретінде қалдырамыз деген сұрақ. Біреуін қалдыруымыз керек, тек қана біреуін. Екеуі болмайды, үшеуі болмайды, біреуін қалдырсаң. Қазір ол білінбегенмен ертең үлкейген кезде үлкен мәселе туындайды. Ол кезде қиындау болады. Сол үшін қазір біз осыны реттеуіміз керек. Мен қазір мен біреуін көріп тұрмын. Мен қазір мынаны аламын. Қазір мен мынаны алып тастаймын. Мынаны аламын. Қазір көресіз қалай шығатынын. Міне жайлап формасы келе жатыр. Сосын міне қазір енді мен көріп тұрған мынаны қалдырсақ болады. Қазір мына ішіне қарай өсіп кеткен, мына көріңіздер ме? Мынаны да алып тастауымыз керек. Ішіне қарай өсіп тұр. Мына алып тастаймыз. Мына ішіне қарай өскен мынаны да аламыз. Сосын мен мынаны алғым келіп тұрмын. Опа. Мына былай қарап өссін деп тұрмын мен. Міне мынау да жоғары кетіп бара жатыр. Мына екеуі қазір бізде 3 бәсекелес болып тұр. 3 көшбасшы болып тұр. Біз 3 көшбасшылықты оны біреуіне беруіміз керек мүмкіндікті. Және екеуін қысқартуымыз керек. Мен мынаны қалдырғым келіп тұрмын. Мынаны қазірше мынаны қалдыруға болады. Ол үшін біз мыналарды қысқартамыз. Бірінші көшбасшыдан 30 см төменге түсіруіміз керек. Ол үшін біз мына жерден қысқартсақ болады екен. Былай тұр ма? Былай кетті. Былай кетті. Енді біз көшбасшы, міне, көшбасшыны да біз қысқартуымыз керек. Бұл бізге қатты кетіп бара жатыр биікке. Ол бізге керек емес. Сосын мынаны да кесіп тастайық, міне. Жаннаға шығатын бүршікке қарасы. Міне. Бірақ қазір мына үшеуі бір-біріне бәсекелес болып тұр, көрдіңіздер ғой. Алдағы уақытта бұны да біреуін тоқтатуымыз керек, біреуін алуымыз керек. Немесе мыналар жанына қарап жіберуіміз керек. Қатты былай кететін міне. Былай кетеді. Мынау біз осылай кету керек қой бізге соңында. Қазірше осылай қалдыра тұрайық. Өйткені мынау біз төбесін кескендіктен жанына қарап өсу бүршіктері ояна бастайды. Сол, рахмет.